Біз енді мынау қазақ әдебиетінің тарихында жалпы сал серілік әнші ақындар шығармашылығы творчествосы, ар жағында жыраулар поэзиясы, қазақ фольклоры дейміз. Бұның барлығы біздің байлығымыз, бұның барлығы біздің рухани мынау жәдігерліктер дейміз бе, рухани болмысымызды, рухани байлығымызды, қазынамызды түзейтін халықтық сипаттағы үлкен мәдениет. Ал енді біз биылғы үстіміздегі жылы 175 жылдығы тойланғалы отырған ұлы Абай, Хакім Абай дейміз, Мағжан айтпақшы. Осы Абайдың шығармашылығы міне осы жаңа айтып кеткен рухани қазыналардың, рухани мұралардың жалғасы болып, 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ мәдениетінде, әдебиетінде, өнерінде үлкен бір рухани бір белес болып көтеріліп, жаңа бір сондай бір сырлы да, мәнді де, мағыналы, сырлы, сазды, сондай мынау іші де, сырты да сондай жарқыраған, енді ішіде отырғанымыз мазмұн, сыртта өткеніміз пішін ғой. Міне осындай бір уникалды дейміз бе, сондай бір қайталанбайтын бір қазақ мәдениетіндегі шамшырақ болып, Абай шығармашылығы қазақтың мынау жаңағы әлемдік бітімде дейміз, кейде біреулер европалық дейді, енді әлемдік бітімдегі дейміз бе, сол жаңа бір өркениеттердің тоғысындағы бір туа бастаған жазба әдебиеттің біздің даламыздағы бір керемет саңлағы, дарабозы осы ұлы Абай, Хакім Абай. Ал енді Абайдың мынау шығармашылығы, Абайдың рухани дүниесі, рухани болмысы, бұл өзінің туған халқы қазақтың, оның жаңа халықтық әдебиетін, ақындар мен жыраулар поэзиясын бойына жинақтаған, анау әжесі Зере, анасы Ұлжандардан, анау шөжелерден, мынау бер жағым жақтағы дулат дейміз бе, сол дулаттардан Бабатайұлы 10 жасында Абай көзімен көрген ғой. Абай ауылында қонақта болған дулат. Міне сол рухани өнегелік мектебі, рухани поэтикалық орта бұл Абайға қатты әсер еткен. Абайдың бүкіл шығармашылығында осы халық поэзиясының жақұты дейміз бе, іздері сайрап тұрады. Абай халық поэзиясының қол үзген жоқ. Бірақ Абайдың бір айтатын сөзі бар. Шортанбай дулатпенен бұқар жырау, өлеңінің бірі жамау, бірі құрау. Әттең сөз таныр кісі болса, кемшілік әр жерінен көрініп тұрау дейді. Міне бұл сөзді айтқан кезде әрине Абай өзіне дейінгі рухани мұраны, рухани дәстүрді, рухани тұлғаларды жоққа шығарып отқан жоқ. Оның Абайдың айтқысы келіп отқан эстетикалық мынау сұраныс, эстетикалық жаңағы форма дейді, пішін дейді, сол мынау жаңа кезеңге сай өзгеру керектігін айтып отыр. Міне сондықтан да ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап деп келетіні бар. Сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел, сендерге де келейін енді аяңдап дейді. Міне Абайдың сөзі жаңа. Міне сонда Абай поэтикаға үлкен бір сондай бір керемет талаптар қояды. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстыра ердамасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы дейді, теп-тек жұмыр келсін айналасы дейді. Міне ғажап. Міне енді біз осы поэтикалық өнер, ақындық, жалпы өнердің стихиясы, поэзияның стихиясы, ақындықтың стихиясы жөнінде қазақта бірінші болып айтқан Абай. Оған дейін мынау дулаттың да айтқаны бар. Мынау сұрасаң менің тегімді қалың найман нуынан дейді. Сонда мынау жаңағы жырым жібек деп келетіні бар. Сонда мынау Абайға дейін осыған сәл-пәл барған дулат. Поэзияның өнер ретінде өлеңімді сұрасаң сары алтынның буынан дейді. Дулат айтады. Міне осындай, осы дәстүрді ары қарай жалғастырып, таза өнер жайында, поэзия жайында, осындай эстетикалық, былай қарасаңыздар енді қағидалар ғой, ережелер, осыны өлең сөзге түсіріп, ақындық тілмен жарқырата айтқан ол Абай. Мынау ұлы Абайдың енді ұлы замандастары ғой, енді Абай өзі солардан көп оқып үйреніп, әсіресе оқып үйреніп деген кезде европалық мектеп, европалық дәстүр, европалық поэзияны мынау Лермонтовтан, Пушкин арқылы
абай сол дүниеге жаңағы көз сала бастады. Байрондар, Гетелер, міне осы сол кезеңдерде абайдың енді көп аударған ақыны Лермонтов болды, бірақ Пушкинді де керемет жаңағы аударды. Пушкинді де аударды. Сонда мынау Пушкиннің бір ақындыққа қатысты бір сөзі бар. Возродился у меня поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и ищет, как во сне, излиться и, наконец, свободным проявлением. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы свободные навстречу им бегут, и пальцы просятся к бумаге, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге. Минута, и стихи свободно потекут. Дейтіні бар Пушкиннің. Міне осындай ой жүлгелестігі дейміз бе, бір ойдың осы поэзия туралы, ақындық туралы ол абайды жарқырай көрінеді. Енді ол Пушкинді қайталамайды, әрине. Рухтас, әуендес, мазмұндас. Бірақ абайда бұл ақындықтың қыры кәдімгі бір ұлттық бір өрнекті керемет жарқырай көрінетіні бар. И жаңағы и возбуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением деп келетін бір әдемі үзіктерді абай. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса, сылдырлап өңкей келісім, тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін тұра алмас әсте жуынбай. Тәңірінің берген өнері ұйқыдан ашар көңіл көз, қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп шығар сөз. Сонда ақын белін буынып, іш сыртын, сонда ақын белін дүние күрін жуынар дейді. Қыранша қарап қырымға, мұңмен зарды қолғарау. Әділетпен ақылға сынатып көргенін білдірер ақынға солардың сөйле дегенін. Ызалы жүрек, толы қол, улы сия, ашы тіл, не жазып кетсе жайы сол, жек көрсеңдер өзің біл дейді. Міне қандай үзілдіріп айтқан. Міне жаңа алдында Пушкинде де осындай ойлар болды. Бірақ біз абайдан осы ақындық туралы ойдың бір керемет, бір сондай бір шынайы болмысын байқағандай боламыз. Мазмұн мен пішіннің жаңағы мына ақындық тілде керемет жарқырай көрініп тұрған қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп шығар сөз дейді. Міне ғажап. Енді жалпы мынау абайдың үлкен бір мектеп, енді шығыстық мектеп, Фузули, Шамси, Сайхали дейміз, Әлифби дейміз, Езу Раушан, Көзқауқар дейміз. Ахмед Риза медресесінде жүрген кезде, шәкірттік талпыныс кезінде, шәкірттік ынталану кезінде, ақындық машыққа біраз осы шығыстың араби ғаруз, фарси ғаруз дейміз. Сол мынау жаңағы түрки ғаруз үлгісінде, Шағатай үлгісінде жазғаны бар. Бірақ абай 22 жасынан бастап сап көңілім деген өлең жазды да, ол шырқап қазақтың мынау мәт уәзіні дегені бар, бармақ уәзіні. Яғни 11 буынды силлабикалық өлеңге көшіп кетеді абай. Яғни силлабикалық буын заңдылығына негізделген өлең. Абайдың түркі тілдес халықтардың, ақындардың ішіндегі ерекшелігі неде? Бұл мынау Низамиде, мынау кейінгі мынау тіпті татар ақыны Маржанилерде, кейін Науаилердің өзінде болған жоқ. Оларда мынау кәдімгі Науаилер Шағатай тілінде жазған, көне өзбек тілі дейміз. Жаңағы Маржанилер, Шағабуддин Маржанилер. Олардың өзі осындай ғаруз үлгісімен жазды. Ал абай осы ғаруз үлгісін әрі қарай апаруға болушы еді, бірақ оның халықтың арасы сіңбейтінін білді. Аудиториясы абайдың мынау даланың қыры. Яғни бұл жаңағы қазақтың түркі халықтарының, жап қазағын емес. Буын санынан негізделген, силлабикалық өлең жүйесі. Абай осыны түсіне білді. Сондықтан 22 жасынан бастап сап көңілім өлеңімен абай өзі үлкен бір осы силлабикалық, классикалық мектеп қалыптастырды. Абайдың ұлылығы не деген кезде, абай осы қазақтың халықтық тілімен, жаңа силлабикамен, кәдімгі классикалық өлең жүйесін жасады. Түркі халықтарының арасында ақындардың, шайырлардың ішінде бірінші рет ескеруіміз керек. Содан кейін абайдың енді, абай шыншыл ақын болды, ол реалист дейміз, романтик дейміз ғой. Абайдың енді 3 өлеңі бар ғой, ана поэмасы. Ескендір, Масғұт, Әзімнің әңгімесі дейді.
бұлар жаңағы романтикалық сарында, сосын сап көңілім деген өлең жаңағы романтикалық сарында болады. Жүрегім ойбай соқпенді дейтін бір кейбір өлеңдер бар. Жалпы Абайдың бүкіл өлеңдері реалистік дүниелер, реалистік әдіс. Яғни реалистік әдіспен ол мынау жаңағы қазақ поэзиясын кәдімгі өз заманының үнін, мына қарас, ызалы жүрек, толы қол, улы сый аш тіл, не жазып кетсе жайы сол, жек көрсеңдер өзің біл дейді. Мына замана шындығын айтып отыр. Мынау Гогольдер, Чеховтар, Горкилер реалистік әдіспен, Толстойлар прозада жазса, Абай поэзиямен жазды. Поэзиямен жазу қиын. Мысалы Байронның өзі, байронистика дейміз, романтикалық әдіс. Пушкинде де романтикалық әдіс. Лермонтов Абай поэзия реалистік, жаңағы не әкелді ғой, леп әкелді. Леп емес, мектеп әкелді. Осыны поэзия арқылы, проза емес. Міне осымен Абай ұлы. Абайды Гогольмен салыстыруға болады. Орыстың енді Гоголь, орыстарда нөмір бірінші жазушы дейді, себебі реализм әкелген Гоголь. Қазақ әдебиетінде ол Абай. Осы мәселелерді біз көңілге түйуіміз керек. Мынау Абайдың өлеңдері кейде дидактика дейміз, мынау халықтық поэзияның дидактиканы жыраулардан келе жатқан өлең формасын алады, бірақ Абайда ол терең мазмұнға айналып кетеді. Мысалы, Абайда мынандай өлеңі бар. Құйрығы шаян, бет адам, байқамай сенбе құрбыға, жылмаңы сыртта іш арам, кездесер қайда сорлыға дейді. Міне қараңыздаршы. Бұл дидактикамен де психологиялық портрет. Сонан Абай дидактикалық формамен, былай қарап ақыл айтып отқан болып, терең психологиялық портрет жасап отыр. Көрдіңіз бе, жазба әдебиеттің үлкен бір иіріміне кіріп, иірімін жаңағы осындай бір сыртқы формамен, жаңағы жарқыратып халықтық формаға түсе салады да, осындай бір үлкен бір жаңағы бір сырлы бір сондай бір әдебиетті, поэзияны Абай жасап отыр деп айта аламыз. Ал енді Абайдың жалпы мынау әлемдік әдебиеттегі алыптармен үндестігіне тоқтала кететін болсақ, жаңа тағы да Пушкиннен айтып кеткеннен кейін Пушкинге тоқтала кетейін, енді тағы да бір жола. Мынау Пушкинде пророк деген өлең бар. Подражание Корану дейді. Ол Вяткиннің аударған Құранын оқыған болу керек дейміз. 1796 жылдары шыққан болу керек. 1700. Кім Пушкин 1799 жылы туады. Сонда оны Пушкин оқиды, Вяткиннің жаңағы аудармасын. Біреулер енді француз аудармасын оқыған болу керек дейді, енді француз тіліндегі Құранның. Міне осылайша Пушкинде үлкен бір циклдар бар. Осының ішінде пророк деген өлең бар. Осы пророк өлеңмен Абайдың мен үндестігіне тоқтала кетсем, мынау Пушкин айтады, былай дейді, духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепуте мне явился, и он мне грудь рассек мечем, и сердце трепетное вынул, и угол плающим огнем во грудь водвинул, отверстуя водвинул, как труп в пустыне я лежал. И Богий глаз ко мне возвал: восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волей моей, обходя море и земли, и море и земли, глаголом жги сердце людей, дейді. Міне бұл енді осыны анау Пушкин танушылардың біразы енді айтып жүр. Бұл Пушкин Исаи деген пайғамбардың Тауратта бар ғой, 6-шы несінде бір бөлімінде деймін. Сол пайғамбардың кезінде пайғамбарлыққа келер алдында Алланың елшілері келіп жүрегін неткен дейді. Бірақ енді біздің мұсылман теологтар көбіне бұны біз де айтамыз, соған қосыламыз. Бұл пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның Мұхаммед пайғамбардың басынан өткен жағдай ғой. Сонда Абайдың айтатыны бар. Мынау жүректің көзі ашылса, қақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді тазартса, адамның хикмет кеудесі дейді. Міне, жүректің көзі ашылса, қақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашыртайды. Осы сюжетті алып отыр жаңағы. Яғни бұл анау жаңағы Құран аңыздарында бар. Яғни Пушкиннің осы пророк деген өлеңіндегі жаңағы сарынмен Абайдың жаңағы жүректің көзі ашылса, міне осылай үндесіп келе береді. Бұлардың бар енді сонау рухани, мәтіндік, таураттық, құрандық дейміз ба, содан келе жатқан жаңағы біздің
діни теологиялық әдебиеттердің арасындағы үлкен байланыстар ғой. Мынау біз Абайдың енді білімпаздығын, оқымпаздығын көп айтамыз. Абай араб, фарсы, шағатай, түрік тілдерін, татар тілдерін білді дейміз. Оның бәрін Ахмет Риза медресесінде оқыған білім ғой. 3-ақ жылда Абай үлкен терең академиялық білім алып шыққан. Абайдың мына Жидебайдағы музейінде қарасаңыздар ақындық кітапханасы бар. Соны сансыз кітаптар бар. Анау Науаи, Низами, Фузули, Шамси, Сайхали. Енді оны кісінің фарс тілін білгендігін мен өз басым бір мысал келтіре кетейін. Анау Абайда кімде Низамида мынандай өлең бар. Мынандай өлең бар. Сердце море, сердце море. В нем жемчуг, мой жемчуг сияет синим огнем. Этот жемчуг на подвеске царском твоем бит. Бұны Низамиден Бертельс 1956 жылы аударған екен. Енді өздеріңіз қараңыздар. Абайдың заманында, революцияға дейін Абайдың заманында орыс тілінде, Абай бұны орыс тілінде оқымаған. Яғни бұл өлең орыс оқырмандары 56 жыл танысып отыр. Мына жаңа шығыс ғылым баспасынан Бертельстің шығыстанушы атақты Бертельстің жаңағы несімен редакциясымен шыққан кітап қой. Сонда Абай бұны қайдан оқыды десек, Абай өз Низамидің анау фарс тілінде кітабынан оқыған. Абайды жүрек теңіз қызықтың бәрі асыл тас, сол қызықсыз өмірдің мән мағына қалмас дейді. Міне. Ал енді Абайдың бұдан басқа да керемет, мен Абайда мынау қазір айтып жатамыз ғой, бір өзге бір тұлғалардың мынау жаңағы реминисценция деп жатады. Мынау кәдімгі бұрынғы мынау өтіп кеткен әдеби тұлғалардың есімдері аталып қалады, сөздері аталып қалады. Мына осындай жаңағы реминисценциялар, әдеби реминисценция дейікші енді, мәдени реминисценция деген бір бұрынғы бір әдеби дәстүрлерді еске алу, мәдениетті еске алу, тұлғаларды еске алу, кітаптың атын еске алу ғой енді. Сонда Абайда кездесетіні мынау Ғұламахи Дауани. Ғұламахи Дауани деген бір үлкен тұлға өткен. Бұл кісі Иранның Хорасан деген аймағындағы Дауани қыстағында дүниеге келген. Джалалладдин Мұхаммед ибн Бекзат Ус-Садық ад-Дауани деген кісі екен. Бұл кісінің не деген Ахлаки Жалали деген кітабы бар. Яғни Жалали етикасы деген кітабы бар. Мына сонда кімнің Ғұламахи Дауанида мынандай сөз бар. Ло манзур илло ман кала ва инзир улло ман кола деген сөздер бар. Бұл сөйлеушіге қарама, сөзіне қара деген сөз бар. Сонда Абайдың мынандай бір сөзі бар. Егер түзу көрінсе, ойлап құлақ кіл. Жақыным айтты, жақынның сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Надандықпен кім айтса, сол түпсіз сондай сөз көрме. Өзің үшін үйренсең, жақсылықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл. Біреу үшін үйренсең, біреу білмес, сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл. Сөзіне қарап кісін алма, кісіге қарап сөзін ал. Кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарап кісін ал. Шындық қайсы біле алмай, әр нәрседен құр қалма. Мұны жазған білген құл Ғұламахи Дауани, солай депті ол шыншыл. Сөзін оқы жан ойла, тез үйреніп тез жойма, жас уақытта көңіл бөл. Міне, айтайық деп отырғанымыз осындай үлкен ойлар. Мына әлемдік әдебиеттің, әлемдік мәдениеттің, шығыс мәдениетінде осындай жауһарлардың аттары Абайда жиі кездеседі. Енді балалық кезде 14 жасында жазған Фузули, Шамси, Сайхали деп келетін өлеңдер бар ғой, түсінікті. Барлығының есімдері аталады. Сондықтан Абай дүние танымын, Абайдың ақындық қырын ашқан кезде осындай әлем әдебиетінің алыптары, ол шығысы ма, батысы ма, осының барлығы Абайда терең кеткен. Ал енді мынау Абайдың тағы бір несі, бұл терең бір алыптығы, бұның анда Лермонтов арқылы Байронға бару. Байрон деген енді ғажап ақын, Пушкиндер үлгі тұтқан. Мынау кімнің? Біз осы Байрон деген кезде осы Абайдың мынау таураттық әдебиетпен, еврейлік белгілер, жүйіттік белгілер Абайда бар ма деген мәселе келейді. Еврейский след дейді ғой. Осыны біз байқап отырмыз. Яғни таураттық, библиялық. Бұл қайдан келген Абайға? Осыны келген кезде мынау
Абайда мынандай өлең бар. Көңілім менің қараңғы, бұлбұл ақын, алтынды домбыраңмен келші жақын, шек бойлап он саусақ жүйткігенде, бейістің үні шығар қоңыр салқын. Егер сорым түбімен әкетпесе, керек қой көңілді үміт тебіренсе, қатып қалған көзімде бір тамшы жас, төгілмей ме бой жылы бол дерсе дейді. Міне ғажап. Ал енді ол осы байранда мынау былай екен: My soul is dark, oh cukely string, I yet can rock to hear деп келеді екен бұл кімде байранда. Осыны атақты орыстың ақыны Лермонтов: душа моя мрачна, скорей, певец, скорей, вот арфа золотая, пускай пальцы, пускай перст твой, промчавшийся по ней, пробудит в струнах звуки рая. И если не навек надежда урок унес, а не в груди моей проснется, если есть в очах застывшие капли слез, они растают и прольется. Міне, сонда жаңағы My soul is dark, oh cukely string деп келетін жаңағы байрамның атақты еврей саздары, еврейский мелодиямен сол еврей саздарына Абайдың да барғандығын байқаймыз. Бұл атақты анау жебрей жұртының Саул деген үлкен пайғамбар патшасы болған. Шамуил дейді, Смайыл пайғамбар орнына қойған. Дәуіттен бұрын, Дәуіт пайғамбарды кейін орнына қойды ғой. Міне сол Саулдың көңілі бір керемет, жаңағы Алланың алдында, пайғамбардың алдында, бір жаратқанның алдында кінәсі болған кезде анау Дәуіт шақырды екен. Сонда Дәуіт өзінің жаңағы славян нелерінде гусли дейді, европалық жазбаларда арфа дейді. Соны Абай алтынды домбыраңмен келші жақын дейді. Ұлттық нақша келтіріп. Міне көңілім менің қараңғы, бұлбұл ақын дейді. Саулдың көңілі, Саул пайғамбар, Саул патша, жебрей жұртының. Самуил патша, Исмаил патша, Исмаил пайғамбар ғой енді. Европада Шмуил дейді, ана еврейлерде Самуил дейді, таураттық пайғамбарлар ғой. Міне осының бәрі осындай әлемдік неге кеткен, мәдени кеңістікке кеткен Абайды байқаймыз. Ал енді мынау Абай туралы енді айтсақ көп әңгімелер бар. Бұның әлі алдында зерттеушілерін күтеді. Сондықтан біз осы уақытқа дейінгі анау ұлы Мұқан бастап кеткен, Исанбай Кенжебаевтар бастап кеткен, Әлкей Марғұлдандар қалдырып кеткен Абай тану әлі бұл біткен жоқ. Бұл әрі жалғаса береді деген үміттеміз.